Родной краскадағы Toyota'мыз дайын болып қалайын деді, бірақ одан алдым, бір айтып берейін деген ғой, бір болған уақиға, бір өмірде керек нәрсені айтып берейін, до конца тыңдаңыздар, керек болады. Мықты, маған керек болатыр, өмірде де керек болатыр. Сұрапты да бір адамдан, сіз кімді жақсы көресіз депті ғой. Жақында естіп бағам. Қалай кімді жақсы көресің, не үшін ондай сұрақсы? Өмірде, өмір баяны да, өмірге көз қарас қалай болады? По жизни, образ жизни кімді жақсы көресіз? Портнойды депті. Не үшін портнойды деген ғой? Не үшін дегенде, әр барғанда жаңадан размерім алады депті. 2 күннен кейін барсам да, 1 күннен кейін барсам да, или әр барғанда жаңадан мен бойымды, енімді размерім алады депті. Ой, еще депті. А сіздер болса депті, адамдар, бір рет вывод шығарып аласыздар. Ойға келген, бір рет жаман болып қалған адамды, или қымбаттау сатып атқан адамды деп ойлап қаласыздар. Бір рет вывод шығарып, өмір сүрмеңіздер. Адам өзгереді, жақсыға өзгереді, жаманға өзгереді. Жақсы болып жүрген жаман болып қалады. Сол үшін портной сияқты болыңыздар. Әр келгенде, әр сайын жаңадан өмірді размерін аңыздар. Қалай десе, бір адам бүгін қымбат машина сатып атқан болса, бұл по жизни қымбат сататын емес. Или бір адам арақ ішіп жүрген болса, арақ ішетін, по жизни арақ ішеді деп ойламаңыздар. Или же бір адаммен сөйлеспей қойсаңыздар, өйтіп сөйлеспей қою болмасын. Потому что адам өзгереді. Мен бұны не үшін айтып жатырмын? Бұл мен өзім машинам қымбат сатам, бір форточка тауып алды өзіне деп ойлап қалаңыздар. Или әр түрлі. Просто бұны естіп қалдым да, маған өте тәсірлі болды да. Шунға өмірде осы жаңа портной сияқты әр сапар, әр кезде жаңадан размер алып, өмірге сөйтіп қараңыздар, достар. Toyota жақында шығады обзорға. Тек қана мынандай проблемасы бар. Анау профильде көрсеңіздер болады, бұл машинаның жағдайын. Қалай болған? Бір полировка істедік, бір химчистка істедік, машина жап-жаңа болды ғой. Кәдімгідей ғой. Запаскалар қойылмаған ғой. Ассалаумалейкум рахматуллахи. Кім түсінсе түсінді, кім қалай ойласа ойласын. Каждый будет воспринимать мой вот этот рассказ по своей воспитанности, по своей образ жизни. Ассалаумалейкум рахматуллахи.